Кез келген елдің, қоғамның дамуы ғылымның дамуымен тығыз байланысты. Ғылым мен оны зерттеуге көңіл бөлу болашақтың айқын бағдары. Өзбек Әлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде соңғы 3 жылда ғылыми бағытты дамыту және ғылыми кадрларға қолайлы жағдай жасау мақсатында ғылыми қызметті ұйымдастыру және басқару механизмдерін жүйелеу бойынша табысты жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, ғылым мен инновацияны үйлестіруде басқарудың көлденең қағидасы мен ұжымдық шешім қабылдау жүйесін қалыптастыру мақсатында ғылыми координациялық кеңес құрылды. Ғылыми әлеуетті арттыру үшін халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланымдар үшін ынталандыру төлемдері белгіленді. Қазақстан Республикасы Ғылым комитеті қаржыландыратын жобалар жетекшілері мен Хирш индексі 3-тен асатын ғалымдарға педагогикалық жүктемені төмендету жүйесі әзірленді. Арнайы ережеге сәйкес профессор зерттеуші және доцент зерттеуші лауазымдар енгізілді. Докторанттардың диссертацияларын қорғауын ынталандыру механизмі әзірленді. Профессор оқытушылар құрамының кафедралар мен факультеттердің қызметін рейтингтік бағалау KPI ережесі енгізілді. Университет ғалымдарының ғылыми портфелін тұрақты түрде мониторингтеудің механизмі жасалды. Университет атауы өзгеруіне байланысты институционалдық бірегейлікті қалыптастыру мақсатында әлемдік ғылыми метрикалық дерекқорларда ребрендинг жүргізілді. Университеттің ғылыми журналы оқыту хабаршысы әлем болып өзгертіліп, халықаралық стандарттарға бейімделді. Ғылыми зерттеулерді академиялық адалдықты қамтамасыз ету мақсатында ғылыми мәтіндер мен жазбаша жұмыстарда плагиатқа тексеру ережесі толық жаңартылды. Ғалымдарымыздың 2022 жылы Web of Science Scopus базаларында тіркелген ғылыми басылымдарында жарық көрген жалпы мақаладан Q1, Q2 категориясы бойынша мақала үлесі 47,6% болса, 2024 жылы 63,8%-ға жетті. Ал халықаралық коллаборация бойынша шетелдік ғалымдардың үлесімен шыққан мақала саны 2024 жылы 22,6%-ды құрап отыр. Ғылыми әлеуетті арттыру мақсатында халықаралық рецензияланатын жоғары рейтингті журналдардағы жарияланымдарға ынталандыру сыйақылары енгізілді. Университет кітапханасын ғылыми кітапханаға айналдыру RFID жүйесін енгізу жүзеге асырылды. Қоғамның цифрлық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Компьютер парктер жаңартылып, оқу аудиториялары заманауи интерактивті жабдықтармен жабдықталуда. Оқу процесін басқару жүйесі Универ 2 кеңейтілген функционалы бар Platonus 6 заманауи платформасына сәтті көшірілді. Жаңа автоматтандырылған KPI жүйесі әзірленіп, енгізілді. Электронды құжат айналым жүйесі іске қосылды. Инновациялық инфрақұрылым бөлігі болып табылатын коммерцияландыру офисі құрылды. 2025-2027 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың неғұрлым перспективалы жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа 2023 жылы 3 өтінім, 2024 жылы 2 өтінім берілді. Университетіміздегі ғылыми және ғылыми техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру конкурсы бойынша жоба жетекшілері. Жоба жетекшісі Сүлейменова Лаура Асқарбековна. Жоба тақырыбы білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруда LMS-те оқыту стратегияларын болжау үшін машиналық оқытуды интеграциялау. Мадбекова Ғалия Муталиевна. Жоба тақырыбы сүт өнеркәсібінің қалдықтары негізінде функционалды сусындарды байыту үшін пробиотиктерді микрокапсуляциялау технологиясын әзірлеу. Әмірбекұлы Алданазар. Жоба тақырыбы ұжымдық конструктивті оқытудың міндетті нәтижелері негізінде педагог математиктерді даярлау сапасын арттыру. Абдрахманова Хадиша Кенесовна. Жоба тақырыбы білім беруді цифрландыру жағдайында болашақ жаратылыстану пәндері мұғалімдерінің STEM құзыреттерін қалыптастыру. Жас ғалымдардың гранттық қаржыландыру конкурсының жас ғалым жобасы бойынша жоба жетекшілері. Жоба жетекшісі Есназар Асел Жаңабергенқызы. Жоба тақырыбы STEM білім беру жағдайында бастауыш сынып оқушыларының метапәндік білігін қалыптастырудың жүйесін әзірлеу. Қаратаев Нұрлан. Жоба тақырыбы робототехника негізінде бастауыш сынып оқушыларына ұлттық құндылықтарды қалыптастыру. Ораз Айдана. Жоба тақырыбы
Қазақ тілін оқытуда корпустық лингвистиканы қолдану арқылы лексикалық дағдыларды қалыптастыруды зерттеу және оның әдістемесін әзірлеу. Бедебаева Майра Ерсултановна. Жоба тақырыбы орта мектепте информатиканы аралас оқытуды жүзеге асыру үшін геймификация элементтері бар ақпараттық білім ортасын әзірлеу. 2024 жылы информатика педагогын даярлау және бастаушылық оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогын даярлау білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестер ашылды. 2024 жылы 2 кезеңдік қабылдау бойынша 47 докторант оқуға қабылданып, грант саны 2 есе артты. Информатика педагогын даярлау кеңесінде педагогика ғылымдарының кандидаты Альмира Ибашеваның жетекшілігімен ізденуші Белесова Дамираның философия докторы дәрежесін алу үшін дайындаған бастауыш сынып оқушыларын программалауға оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері тақырыбындағы зерттеу жұмысы сәтті қорғалып шықты. Университет тарихында алғаш рет Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитет төрағасының бұйрық шешімімен Белесова Дамираға философия докторы дәрежесі берілді. Соңғы 3 жылда ғылыми әріптестікті арттыру және кадр даярлауды бірлесе атқару мақсатында ғылым комитетіне қарасты бірнеше ғылыми зерттеу институттарымен байланыс орнатылды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы президентінің 2022 жылғы жолдауына сәйкес оқу ордамыздың басқарма басшысы, ректор міндетін атқарушы Гүлжан Сүгірбаеваның бастамасымен ғылыми жұмыстар және инновациялар жөніндегі проректор Ержан Керімбеков университетте Гази университетінің филиалын ашуды бастама ретінде көтеріп, осы жобаны іске асырудың негізгі процестері ұйымдастырылды. Нәтижесінде 2024 жылғы 23 қазанда Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі мен Түркия Республикасының жоғары білім кеңесі арасында филиал ашу туралы келісімге қол қойылды. Қазіргі таңда университет ғалымдары гранттық қаржыландыру бойынша 8 ғылыми жобамен жұмыс жасауда. Университет ғалымдары халықаралық білім беру бағдарламаларына белсенді қатысады. Болашақ бағдарламасы шеңберіндегі 500 ғалым жобасы талантты мамандарға шетелдегі жетекші оқу орындары мен ұйымдарда тағылымдамадан өтуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаға үміткерлер саны соңғы 3 жыл ішінде 3-тен 16-ға дейін өсті. Сонымен қатар, университет оқытушылары жыл сайын жоғары оқу орнының үздік оқытушысы байқауына қатысады. Бұл байқау Қазақстандағы жоғары оқу орындарының оқытушылар арасындағы беделді республикалық конкурс болып есептеледі. Дәл осы конкурс бойынша да біздің ғалымдарымыз жыл сайын жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын жеңіп алуда. Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 2022 жылға жеңімпаздары: Әліпбек Ардақ Зәуірбекқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент міндетін атқарушы. Халикова Гүлмира Сатыбалдиевна, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент. Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 2023 жылға жеңімпазы: Уәлиханова Баян Сапарбекқызы, философия докторы. Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 2024 жылға жеңімпаздары: Кудышева Айнаш Амангелдиевна, педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, академиялық мәселелер жөніндегі проректор. Шертаева Найля Турдыгалиевна, химия ғылымдарының кандидаты, доцент. Соңғы 3 жылдағы мемлекеттік ғылыми стипендия егерлері: Мадибекова Галия Муталиевна, 2022 жылғы егері. Абдуразова Перизат, 2023 жылғы егері. Нуриманов Бекарыс Тілегенұлы, 2024 жылғы егері. Университеттің ғылыми жоспарына сәйкес, жыл сайын Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесіп, республикалық және халықаралық ғылыми конференциялар ұйымдастырылады. Сонымен бірге 2024 жылдан бері университетімізде жыл сайын Жәнібеков оқулары ғылыми конференциясын өткізу дәстүрге айналған. Соңғы 3 жылда біздің ғалымдар 50-ден астам ғылыми еңбектердің авторлық құқықтарын қорғап, математика, педагогика, инклюзивті білім беру, ақпараттық технологиялар, экономика, тарих және химия салаларында инновациялық оқу материалдарын, электрондық білім беру ресурстарын және ғылыми әдістемелік әзірлемелерді әзірледі.